Саламатсыздар ма студенттер? Бүгін маркетинг негіздері пәнінен кезекті сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз жеке және көтерме сатушылар. Тәжірибелік тапсырманы орындау. Енді тәжірибелік тапсырманы орындамас бұрын өткен тақырыпқа қысқаша көз жүгіртіп өтейік. Бізде тақырып қандай болды? Тауарларды тарату әдістері болады, не? Өздерің үй жұмысын орындап жібердіңдер, жақсы. Тауарды тарату әдістерінде біз не қарастырдық? Ол жерде көбінше өткізудің арналары, тауарды өткізу арналарының ұзақтығы, яғни деңгейлер туралы қарастырдық. Сонымен қоса көтерме сауда, бөлшек сауда деген негізгі ұғымдарды қарастырған болатынбыз. Бүгінгі тақырып жеке және көтерме сатушылар болғандықтан, көтерме сауда дегеніміз не, бөлшек сауда дегеніміз не, олардың бір-бірінің ерекшелігі қандай, осыған кішкене тоқталып өтейік. Көтерме сауда дегеніміз жалпы ол өндірушілерден тауарларды үлкен партиямен деп айтамыз, яғни үлкен көлемде сатып алып, оны делдалдарға қайтадан, яғни бөлшек саудагерлерге қайта сатуды айтады екенбіз. Мұнда көтерме саудагерлердің бөлшек саудадан ерекшелігі, олар орналасқан жеріне, ондағы атмосфераға онша көңіл бөле бермейді, тұтынушыларды ынталандыруға көңіл бөле бермейді. Олардың ұтатыны бұл жерде үлкен партиямен, үлкен көлемде, ауқымды көлемде өнімді сату. Енді ол көтерме сауданы ары қарай жеткізу, түпкі тұтынушыға жеткізуге дейін білесіңдер, өткізу арналарының ұзақтығы үлкен әсер етеді. Яғни өткізу арналарының ұзақтығы неге байланысты? Деңгей. Ол жерде арадағы делдалға байланысты. Тұтынушыға дейінгі тауарды жеткізетін делдалға байланысты. Нөлдік деңгейлі арна дегеніміз ол жерде тікелей өндірушіден тұтынушыға тікелей жетсе, ол жерде делдал жұмыс істемейді, сол үшін нөлдік деңгей дейміз. Бір деңгейлік, екі деңгейлік, үш деңгейлік деп кете береді, яғни ол жерде бір делдал, екі делдал, үш делдал, сол сияқты арадағы делдалға байланысты. Яғни сол кез келген тауар немесе қызмет түпкі тұтынушыға жеткенге дейін сол ұзақтықтан өткен сайын оның да бағасы арада көтеріліп өзгеріп жетеді тұтынушыға. Сонымен бөлшек сауда дегеніміз ол көбінесе күнделікті тауарларға, сұраныстағы қолданылатын тауарларға қол жетімді жерлердегі дүкендерді айтамыз, бөлшек сауда. Енді бүгін сіздермен осы тақырыпты жалғастыру барысында сату кезеңдеріне тоқталады екенбіз. Сату кезеңдерінің өзі 3-4 кезеңнен тұрады. Біріншісі, ең алдымен клиентпен байланыс орнату, яғни оларменен жақсы қарым-қатынас орнатуды жүзеге асыру. Екіншіден, қажеттілікті анықтау. Көбінесе сұраныс қандай мәселелерге, қандай өзекті мәселелер бар, қажетті тілек, олардың арман тілектері тұтынушылардың осыған көңіл бөлу. Үшіншіден, тауармен немесе қызметпен таныстыру, жақын анықтап, түсіндіру. Төртіншіден, бұл жерде қарсылықпен жұмыс істеу. Қазір біз осы қарсылықпен жұмыс істеу дегенге бүгін тоқталып, осы бойынша сіздер жеке жұмыстарыңызды орындайсыздар. Қарсылықпен жұмыс істеу дегеніміз не? Мысалға айта кететін болсақ, кез келген клиент бөлшек саудада әсіресе ол тауарлардың барлығын, бағасын, сапасын, дизайны басқа болсын салыстырады, өздерің сияқты. Салыстыру кезінде әркімде тұтынушыларда кейде күмән болуы мүмкін, ойланады көп, шеше алмай жатады. Сондай кезде осы қарсылықпен жұмыс істеу әдісін қолдану керек сатушыларда. Мысалға, біріншісі әдісі бірақ деп сондай күмәнменен ары қарай. Ол әдісте клиент айтады, мысалы, сізде қымбат қой дейді. Сол кезде сіз айтасыз, сатушы, бірақ біздің тауар сапалы ғой деп. Клиент айтады, мен кейбір теріс пікірлерді көріп шықтым дейді. Онда айтады, бірақ теріс пікірлерге қарағанда тауарға риза болған клиенттердің
пікірлері көбірек қой деген сияқты. Сосын кейін екінші әдіс дәл сол себепті деген әдіс. Дәл сол себепті дегенде клиент мен ойланам десе, ал сатушы болса дәл сол себепті сізге бәрін толық түсіндіру үшін кездессем болады ма деген сияқты осындай түрлі әдістерді қолданады екен. Енді студенттер, алдарыңызда көрініп тұрған слайдқа көңіл аударыңыздар. Жеке және көтерме сатушылар. Ол өндірілген тауарды тұтынушыға міндетті түрде жеткізу керек, әрине. Өндірушілер осы қызметті екі әдіспен жүзеге асырады. Өзіндік өткізу және дербес делдалдары, яғни көтерме сауда және бөлшек сауда деп айтуымызға болады. Өткізу өнімді кеңістік және уақыт ішінде жылжытып ауыстыру жөніндегі іс-әрекет түрлерінің жиынтығы. Сондай-ақ меншік құқығын өндірушіден тұтынушыға беруді айтамыз. Көтерме сауда дегеніміз не? Көтерме сауда және оның қызметі. Көтерме сауданың қызметі тауарларды үлкен көлемде өндірушілерден сатып алып, оларды делдалдарға, қайта өндірушілерге, бөлшек саудагерлерге, корпоративтік клиенттерге қайта сатуды айтамыз. Көтерме сауданың түрлері бір-бірінен ассортименттерінің кеңдігіне, тауарларды сақтау және жеткізу тәсілдеріне орай ажыратылады. Көтерме сауда түрлері көтерме брокерлер, агенттер, көтерме саудагерлер, өндірістік кооператив, сауда маклерлері, сөрелі джобберлер, тағы сол сияқты болады. Бөлшек сауда өнімді тұтынушыға жеткізу процесін аяқтайды. Бүгінгі күні дүкендердің болуы бөлшек сауда үшін шарт емес. Өйткені тауарды пошта, телефон, интернет және тағы басқа арқылы да өткізуге болады. Сонымен сату кезеңдері 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең байланыс орнату, яғни оны кейде назар аударту деп атайды. Сатушының клиентпен тікелей қарым-қатынас жасау арқылы жүзеге асырылады. Мақсаты қарым-қатынас жасау үшін жағымды атмосфера құру. Екінші кезең қажеттілікті анықтау. Бұл кезеңде сатушының алдында өзекті мәселелерді, клиенттің қажеттіліктері мен тілектерін анықтау міндеті тұрады. Үшінші кезең тауарды немесе қызметті таныстыру. Үшінші кезең өз өнімі арқылы клиенттің сұранысын қанағаттандыру үшін құрылады. Төртінші кезеңде қарсылықтармен жұмыс істеу. Ең күрделі кезеңдердің бірі болып саналады және онсыз бірде-бір сату өтпейді. Қарсылықпен жұмыс істеу әдістері қандай? Біріншіден, иә, бірақ әдісі. Бұл жерде клиент сізде қымбат екен деген сияқты ойланатын сұрақ қояды. Сіз болсаңыз, яғни сатушы, иә, бірақ біздің тауарымыз сапалы емес пе деп жауап бересіз. Клиент, мен теріс пікірлерді де көрдім дейді. Ал сатушы болса, иә, бірақ теріс пікірлерге қарағанда тауарға риза болған клиенттердің пікірлері көбірек деген сияқты, яғни қарсылықпен жұмыс істеу әдістерін қолдана білуіміз керек. Екінші, дәл сол себепті деген әдісте. Мысалы, клиент, мен ойланайын десе, ал сатушы дәл сол себепті сізге бәрін толық түсіндіріп беру үшін кездескім келеді деген сияқты сол қарсылықпен тағы да ары қарай жұмыс істеуді баяндайды. Үшінші, сұрақ қою әдісі. Төртінші, салыстырайық әдісі, ауыстыру әдісі, бөлу әдісі, абсурд әдісі, өткенге сілтеме жасау, болашаққа сілтеме жасау, нормаларға сілтеме жасау, жоғарылатылған планка, дегенмен сіздің көзіңізді жеткізу үшін не қажет әдісі, тағы сол сияқты әдістерді қолдану білу қажет. Енді студенттер, осы берілген мысалды ескере отырып, сол әдістерді пайдаланып, бірнеше көріністі ойнаңыздар. Команданың бір мүшесі, яғни бір студент, басқа командалардың кез келген оқушысына, яғни келесі бір студентке тауар сатуы қажет. Барынша көп қарсылықтар мен жұмыс істеу әдістерін қолдануға тырысыңыз.
Сонымен сабақты қорытындылай келе, өндіріске арналған тауарларды өткізудің тұтыну тауарларын өткізуге қарағанда өзіндік ерекшеліктері бар. Осындай нарықтарда сатушылары мен тұтынушылары аз болғандықтан және тұтынатын тауарлардың күрделілігіне байланысты тұтынушылар өндірушілермен тікелей қарым-қатынаста болуды қалайды. Бұл жағдайда олар делдалдарға қарағанда өндірушінің сауда қызметкерлерінің біліктілігіне сенім артады. Назарларыңызға рахмет.